Наурызда біздің бүкіл халықтық референдуммен қабылданған жаңа конституция өзінің жаңағы әділдік пен заң үстемдігімен ерекшеленеді. Мына қазір әлемдегі тәуекелдер, сын қатерлердің молдығы біздің заңдық негіздерімізді нықтап алуды көрсетіп отыр да. Бұл конституцияның артықшылығы ең бірінші. Мына бізде халықаралық заңдар бар ғой. Біз сол заңдардан конституцияны жоғары қоятын тұстары бар. Расында бұл өте ойланатын нәрсе. Одан кейін біздің бұл конституцияның артықшылығы, мысалы, адвокат туралы, отбасы және неке туралы мәртебелерді біз конституцияға енгіздік. Осы жағынан конституция, бұрынғы конституциямызда да бар, мына білім мен ғылымға байланысты бұл үлкен мәселе. Әсіресе мына оқу орындарында жаңағы орта және жоғары білімнің теңдігі, оқу білімге деген мемлекеттің кепілдік беруі, мына халықтың денсаулығына кепілдік берілу, бұлар арасында бір жаңағы өзінен өзі бола салып жатқан нәрсе емес. Ол біздің ең бірінші конституциямызда көрініс табады, одан кейін біздің ұлттық заңнамамызда. Кейін бұл жерде бір мәселе, біздің президентіміз өзінің жолдауларында да айтады ғой, мына демократияның сөз бостандығының дейді. Бұның әлеуметтік жауапкершілігі де болады дейді да. Қазір мына бізде заңдар қабылданып, мысалы 20-ші жылы бізде онлайн платформалар мен жарнамалар туралы заң қабылданды. Расында қазір әлеуметтік желінің келуі біз адамдардың жеке пікірін, бір эмоциясын бірінші планға шығарып жібердік та. Біз жаңағы өзімізді кез келген жерде онлайн трансляциялайтын болдық та. Осы жерде расында қазір мына блогерлердің, әлеуметтік желі, азаматтық журнализмнің келуі адамдардың жеке өзінің мына этика нормаларында қадағалау бізде конституциялық деңгейде көрсетілген. Осы жағынан осы конституцияның артықшылығын көруге болады. Американың конституциясын алсаңыз, негізгі конституцияда негізгі мына концептуалды дүниелер ғана жазылу керек та. Біздің осы конституцияда сол нәрсе байқалады. Кейін жасыратыны жоқ, мына біз 30 жылдан астам экономикалық нарық қалыптасты ғой бізде. Экономикалық нарық қалыптасты. Мысалы, жеке кәсіпкерлердің институты қалыптасты. Бірақ өкінішке орай бізде мына саяси нарықтың қалыптасуы кенжелеп келе жатыр да. Осындай мына конституциялық нормалардың келуі, халықтың мәдени құқығының асуы, мына өркендеуі бізде жаңағы саяси нарықтың қалыптасуына үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Біз егемендік, тәуелсіздік деген сөздерге мысалы бас әріппен жазып, оны біз осы байырғы, осы мемлекеттің иесі екеніміз көрсетіліп тұрғаны ол үлкен артықшылық деп ойлаймын. Сондықтан біріншіден Файзуллаева Анар деген Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының маманы конституциялық кеңесте референдумда отырды ғой. Ол кісінің енді біздің конституцияның расында бірінші артықшылығы ол мемлекеттік тілде дайындалуы болды да. Расында бұрынғы біздің конституциямыз орыс тілінде дайындалып, оны қазақ тіліне аударған болса, қазіргі біздің артықшылығымыз осы конституция мемлекеттік тілде сондай кәсіби тіл мамандарының сүзгісінен өтіп қабылданғаны ол үлкен бір артықшылығы болды деп ойлаймын. Сондықтан Құда қаласа тамыз айында үлкен саяси науқан болайын деп жатыр ғой. Қазақстан азаматтарын сол сайлауға бір кісіде атсалысып өзінің даусын, өзінің жаңағы пікірін білдіруге шақырамын.